келешек ұрпақтың сәулетшісімін. Алдымыздағы әрбір білім алушы қайталанбас бір ғажайып әлем десек, сол зерттелмеген таза құпияға терең үңіліп, білім алушының басқаға ұқсамайтын ерекше қасиеттерін танып, оның жүрегіне, жан дүниесіне орын таба білу біздердің, яғни ұстаздардың бұлжытпас борышы. Мұғалім барлық мамандық иесін тәрбиелейтін, оқытып, үйрететін мейірімді, абзал жан. Оқушылардың тарих сабағына деген қызығушылығын арттыру үшін сапалы білім берудің тиімді жолдарын таңдап, тарихи және мәдени мұралармен таныстырып, қосымша элементтерді пайдаланып, тарихи деректерді оқып, білім алып, шығармашылықпен айналысуына жағдай жасауға тырысамын. Қазіргі таңдағы жаңа әдіс-тәсілдерді, жаңа инновациялық технологияларды көптеп қолдануға сабақ уақытысында тырысамыз. Ұстаздық ұлы міндет. Мен өз кәсібімнен бөлек қолымнан келетін өнердің баршасын оқушыларға үйреткім келеді. Тарих сабағын оқумен қатар домбыра тартып, ән айтуға машықтандырамын. Себебі ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. Спорт денсаулық кепілі. Дені саудың, жаны сау деп бекер айтылмаса керекті. Елдің абыройын асқақтатып, мерейін үстемдететін білім, өнер және спорт. Туған жер тұғырың, туған ел қадірің деп бекер айтылмаған. Туған жер мен елдің халық санасында сіңген рухани құндылығының ұлттың қалыптасуында, дамуында айрықша рөлі бар. Әлемнің 7 кереметтерінің қатарынан табылуға тиісті елді мекендер өз жерімізде де жеткілікті. Сондықтан оқушыларымызға еліміздің айрықша жерлерімен таныстырып, оны насихаттап отырғанымыз дұрыс деп есептеймін. Тасын түртсең, тарихтан сыр шертетін Бәйдібек ауданында киелі саналатын елді мекендермен қатар өзіміздің тарихи жәдігерлерімізді қолдан келгенше аралауға тырысамыз. Туған жердің әр тасы біздің алтын тағымыз.